Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге борщтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, ерекше жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен таза суымызға етімізді салып, қайнатамыз. Қайнағаннан соң көбік пайда болады. Бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Менде сиыр еті бая отта 1 сағат көлемінде қайнатамыз. Етіміз қайнағанша көкөністерімізді дайындап, отдельно қуырып аламыз. Ендігі кезекте капустамызды турап аламыз. Пиязды да турап аламыз, бейнеде көргендеріңіздей. Картошкамызды да майдалап турап аламыз. Сәбізді, қызылшаны теркадан өткізіп аламыз. Барлық ингредиенттер описание бөлімінде. Көкөністеріміздің барлығын дайындап алдық. Ендігі кезекте тапамызға майымызды құйып, пиязымыз қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз қызарды, теркадан өткізілген бір сәбізімізді салып, оны да 2 минут көлемінде қуырып аламыз. Сәбізден соң қызылшамызды салып, қызылшамызды да 2 минут көлемінде қуырып аламыз. Біраз қасық сұйық майымызды құйып, араластырамыз. Дәміне қарай тұзымызды, қарабұрышымызды саламыз. Және де 1 ас қасықтың жартысындай уксус құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Біраз қасық қантымызды салып, араластырамыз. 1 ожау қайнап тұрған еттің сорпасынан құямыз. 15 минут бая отта қалдырамыз. Етіміз қайнады. Қайнағаннан соң етімізді сүзіп аламыз. Ендігі кезекте турап алған көкөністерімізді саламыз. Картошка, капустамызды саламыз. Лавр жапырағын, горошығымызды қосып араластырамыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. 10 минутқа бая отқа қалдырамыз. Қуырылған көкөністеріміз дайын болды.
Қараңыздаршы қандай әдемі цвет болған. Бейнеде көргендеріңіздей жасасаңыздар өте керемет дәмді борщ шығады. 10 минут өткеннен соң сорпамыз дайын болды. Қуырылған көкөністеріміз де дайын. Ендігі кезекте осы сорпамызға саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Борщымыз дайын болды. Өте керемет, сіздер де жасап көріңіздер. Менің бейнемді жіберіп алмас үшін қоңырау батырмасын басып тіркелуді ұмытпаймыз. Барлық көкөністерімізді салып араластырып алдық. 5 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте сарымсағымызды майдалап аламыз. Борщымыз дайын болды. Дайын болған кезде сарымсағымызды саламыз. Өте күшті дәм береді. Сіздер де жасап көріңіздер. Қайнап жатқан борщымызға дайындап алған сарымсағымызды салып араластырамыз. 2 минут көлемінде қалдырамыз. Сонда сарымсағымыздың дәмі өте керемет болып шығады. Борщымыз дайын болды. Бірінші этапта дайындап алған піскен етімізді саламыз да жақсылап араластырамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Дәміне қарай укроп, зелім қоссаңыздар болады. Сіздермен болған Жансая, сау болыңыздар.